Армысыздар қазақтар, тірісіңдер ма, барсыңдар ма, алматылықтар. Түнде почет болдық қой, далаға жалаңаш шығып кеткен, жалаң аяқ шығып кеткендер болды. Мен енді қазір құдайыма, аруақтарыма мың шүкір, мың тоба мені жебеп жазғап, мен балапаным екеуміз аман есен ескі үйде тұрамын. Баяғы хрущевкаларда Советский Союзда біздің қазақ жігіттер кәдімгі битуммен өлтіріп салған кәдімгі аталарыма мың шүкір, аруақтарына мың тағзым дедім ғой. ЖК-лардан, жаңа үйлерден алмағаныма, таудың етегінде, анау таудың етегінде тұратын коттеджде тұрмағаныма құдайға шүкір деп, құдайыма мың шүкір, мың тоба деймін, аруақтарға мың тағзым. Бірақ өкімет, білесіздер, өліп қалсақ та бәрібір, ол енді түсінікті. Сирена дабыл қалған жоқ. Мұғалімдерге әйтеуір алғыс білдірем. Таңғы сол 2-ден ба 1-ден ба амансыздар ма деп класс жетекшіміз хабарласты. Баратын жерлер болмаса мектепке барыңдар деп Жетісу ауданының білім басқармасына алғыс білдірем. Одан кейін өзім класс жетекші Назиба апайыма алғыс білдірем. Қызым класс жетекшісіне таң атпай әйтеуір бүгін сабақ болмайды, келмеңдер. Басқа мектептерде басқа не сұрасам, ешкім ондай ешнәрсе айтылмаған. Адамдар білмейді, адаптация ноль, білмейді, ажиотаж, паника, далаға секіріп кеткен, далаға ұшып кеткен. Одан кейін анау первый из корабля крысы бегут деп Алматыдан қаншалар қашты. Алматыдан күн көріп жүрген оңбағандар деп па қашып, енді қайтып келіп жатқан шығар, білмеймін енді. Бірақ мына видеоға келгенде, тағы не деді? Тағы бір алғыс айт, бүгін алғыс айту күні болды. Тағы алғыс айтатын Android, Xiaomi, iPhone ба тағы. Бізде өкіметке, служба спасения бірдемеге арқа сүйеудің қажет жоқ. Бізде осы телефон, менікі Samsung, бөлемдікі Xiaomi, әпкемдікі iPhone, и бәрімізге сондай хабарлама келді. 6-да 2 балл дейді. Өкімет өтірік алдап отыр. 4 бірдеме деп. Жоқ, 6-да 2 балл. Google кәдімгідей, Google, Android кәдімгідей хабар берді. Androidқа үлкен алғыс білдірем. Алдын ала сол 12 жарымнан бастап. Мен мына роликке айта кететін, жаңа мен историяға салғам, участковый кінәлі деп, бейшара участковыйлар. Сонда енді мынау жылан кінәлі ма енді? Бұл табиғи катаклизм ғой, құдай-ай. Ондай Мелс елеусізін айтты ғой осыдан бір ай бұрын. Олай болып тұрады 100 жыл сайын. Бұл табиғи құбылыс. Ислам религиясына да қатысы жоқ, айналайын муслим, айналайын анау сектанттар. Бұл табиғи сондай құбылыс. Болды.